Қалалық ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен нөмірі 8 гимназияда тәрбие тал бесіктен атты танымдық кездесу өтті. Бүгінгі әлеуметтік орта ақпараттық қоғамның кері әсерін жас ұрпақты қалай қорғауға болады? Ұлт болашағы қыз балалардың теріс жолға түсіп кетпеу үшін не істеу керек? Жас ұрпақты заман талабына сай ұлттық болмысты сақтай отыра тәрбиелеуге бағытталған кездесуде ардагерлер ата-аналар мен ұстаздарға ақыл кеңес берді. Ата мен әже қазақи тәрбиенің бастау бұлағы дейді қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Бұл енді баланы енді дүниеге келгенде ұл баланы қалай тәрбиеледі, баяғыда бабаларымыз қыз баланы қалай тәрбиеледі. Бүгінгі мектептегі қазіргі ғаламтордың дамыған заманында балаларға желілердің қаншалықты пайдасы бар, қаншалықты зияны бар, осы тұрғыдан да жаңа айтылып жатыр. Сосын енді қазіргі кезде жасөспірімдердің арасындағы нашақорлық үлкен бір кеселдің бірі болып тұр. Енді жалпы бұндай кездесу біз енді осы жағы 8-ші мектеппен ғана бұл шектелмейді. Қаламыздың басқа да оқу орындарында осындай кездесу болып